Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сабағымызда қазақ тілі 8-ші сыныптың 1-ші тоқсанның сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы шумер жазуы. Сабақтың мақсаты мәтіннің негізгі идеясын сақтап, жинақы мәтін құрастыру. Жазудың қызметі қандай? Берілген суреттер бойынша болжап көрейік. Дұрыс берген жауапты деп үміттенемін. Келесі видеороликқа назар аударайық. Биіктен көк тәңірі баспаса, төменде жер айырылмаса, түркі халқы ел жұртыңды кім қорлайды? Сібірде айдауда жүрген швед офицері Табберт Страленберг өз тапқан құлпытастардағы түсініксіз жазуларды руна деп атаған. Руна Скандинавия халықтары тілінде сыры ашылмаған дегенді білдіреді. Тіл білімінде көне түркі жазба ескерткіштеріне қатысты руна жазуы деген атау осылай пайда болды. Бір 1893 жылы қарашаның 25-інде дат ғалымы Вильгельм Томсон көне ескерткіштердегі жазудың түркі халықтарынікі екенін дәлелдеді. Көп ғалым құпиясын аша алмаған жазудан Томсон алғаш болып тәңірі және түрік сөздерін оқыды. Күлтегін жырын тыңдаңыз. Күлтегін азманағын мініп шабуылға ұмтылды. 6 ерін шанышты. Шабуылда 7-ші ерін қылыштады. Ақтанберді жырауға құлақ салыңыз. Жауға шаптым ту байлап, шепті бұздым айғайлап. Өлім деген ойда жоқ, жалынды жүрек қан қайнап. Ерлер жұртын қорғайды, өлімге жүрміз бас байлап. Жинақы мәтін құрастыру жолдары. Біріншіден, мәтінді мұқият оқу және негізгі қосымша ақпараттарды анықтау. Қосымша ақпараттарды сызып тастау. Негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу. Автор ойын баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі негізгі ойды ықшамдау. Мәтін түпнұсқасын сілтемесін көрсету. Мысалы, Ахмет Байтұрсынов айтқандай, Қазақ газетінде мақалада берілген алынған ақпаратты барынша қысқа беру үшін лексикалық, грамматикалық бірліктерді дұрыс таңдау білу. Мысалы, қайтауларды жалпылауыш сөздермен алмастыру. Сөздерді синонимдермен алмастыру. Бірнеше жай сөйлемді бір құрмалас сөйлемге немесе құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерге айналдыру. Жаттығу жасаймыз. Шумер мен түркілер параллелі. Мәтіннен алынған негізгі ақпаратты басшылыққа алып, мәтін көлемін барынша қысқартып, жинақы мәтін құрастыр. Үлгі берілген түпнұсқа мәтін. Шумер мен түркілер параллелі. Шумерлердің ата жұртын шығыстық тегі ғалымдары одан әрі шығысқа сүйреп, Алтайға жақындаған датқан сайын ғылыми әдебиетте шумерлер мен түркілер тілін салыстыра қарыстырудан алғашқы әрекеттерді қалыптастыра бастады.
Солардың бірі Хомель. Шумер текстерін түркі тілмен сәйкес келетін 200 сөзден атап көрсетті. Сол үшін әш ауларын мен масқалауларға ұшыраған болатын. 20 ғасыр бойынша жылдары неміс ғалымы Құрт Вальтер Керам шумер тілді көне түркі тіліне ұқсас деп кесіп айтқан еді. Жинақы мәтін құрастырамыз. Ғалымдар шумерлер мен түркі тілін салыстыратында бір шайма сәйкестікті анықтаған. Үй жұмысы. Шумер жазуы туралы ақпараттармен танысып, зерттеу жүргіз. Сабақ аяқталды.